Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода қалдық маталардан әдемі бір құрақ түрін құрап шығамыз. Арнамдағы әртүрлі жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі құрайтын құрақ түріне 3 түсті мата керек болады. Әр түстен тік төртбұрыш қиямыз, 20-да 20 болатын тік төртбұрыш қиып аламыз. Жалпы достар, сіздің де өзімнің де уақытымды үнемдеу мақсатында көбірек, ұзағырақ қиятын жерлердің барлығын тездетіп айландырып көрсеттім. Сондықтан 10 минут уақыттарыңызды бөліп осыны соңына дейін қарасаңыздар барлығы түсінікті деген ойдамын. Дегенмен сұрақтарыңыз қалып жатса, комментарийға пікірлер бөліміне жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беруге асығамын. Осындай қалдық маталардан деталь дайындаған кезде мұқият болыңыздар. Көлденең қиылған маталар болса, оны неғұрлым осылай тегіс жағын қиюға тырысыңыздар деп кеңес етемін. Міне достар, 3 түсті матамызды дайындап алған болсақ, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, сызып, дәл осы сызық бойына қазір қиып шығатын боламыз. Сонда бір тік төртбұрыштан бізде 8 үш бұрыш шығу керек. Мінекей, дәл осылай сызып алған болсақ, сызық бойына әдемілеп қиып шығамыз. Дайын болған үшбұрыштарымызды дәл осы бағытта қойып, бірін-біріне қосып тігіп шығамыз. Тігістердің бас аяғын бекітіп тігуді ұмытпаңыз, ортасын қақ жарып үтіктеп аламыз. Осы дайындаған үшбұрышымызды матамыздың үстіне қойып, тік төртбұрыш болатындай етіп, қазір сызып қиып аламыз. Видеоға мұқият болыңыздар.
Барлық дайын болған үшбұрыштарымызды осы бағытта қойып жинап аламыз. Ең алдымен осындай 4 түрлі үшбұрыштардан жиналған 4 бұрыштардан әр қайсынан 8-ден болу керек. Жоғарыда 2 түрі және мінекей 2 түрлі үшбұрыштардан құралған 4 бұрыш. Барлығын қосып бір-біріне жинап алған болсақ, тігістерін қақ-жарып бір үтіктеп алып, мінекей осындай артық шығып тұрған жерлерін қиып дайындап аламыз. Енді мінекей 3 бұрыштан құралған тік 4 бұрышты 4 түрлі әр қайсынан 8 данадан болады. Енді құраймыз. Дәл осы 4 бұрыштерді осылай әдемілеп қойып шығамыз. Ортасынан осындай 4 бұрыш бірін-біріне қосып жалғасып тұрған 4 бұрыштарды суретін жасай отырып, енді бір-бірден осылай 4 бұрыштарды өзара қосып аламыз. Кейін ұзын дайын тұрған жолақтарды өзара қосатын боламыз. Солай өз жұмысымызды өзіміз жеңілдететін боламыз. Сонымен достар, мінекей соңғы тігістері қалды. Міндетті түрде тігістерін қақ-жарып үтіктеп алуға ұмытпаңыздар. Және осындай түзу тігіс кезінде екі жақтан өткен тігісті бірін келтіре отырып тіксеңіздер, сызықтары дәлме-дәл түсе қалады. Мінекей сонымен достар, менің жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда кездескенше.